Енді біз міне тәуелсіздікке қол жеткіздік. Шынту айтында, бауырлар, тәуелсіздік деген бір жай ауызбен айтатын сөз емес. Тәуелсіздік сіздің ұйқыдан тыныш оянуыңыз. Тәуелсіздік сіз кешке мен сағат 11-де 12-де ұйықтаймын деп ұйықтауыңыз. Тәуелсіздік ол бір тірлікті жоспарлай алуыңыз. Міне биыл Құдай қаласа, мына бір сары қызға көзім түсті, күзге дейін үйленемін соған. Немесе мына бір қара жігіт қалмай жүр, соңымнан соған келісімді берем деген сияқты адамның жоспарлай алуы да. Тәуелсіздік болмаған елде көп нәрсені сіз жоспарлай алмайсыз. Сіз үшін біреулер шешіп қояды да өйткені. Сіз қалай жүресіз, не ойлайсыз, әкем горилла, шешем шимпанзе деп айтасыз ба, жоқ әлде ананы ішем, мынаны ішпеймін дейсіз ба, оны сіз үшін біреу шешіп қояды. Ал тәуелсіздіктің ең үлкен пайдасы, сіз өзіңіз ойлана аласыз. Өзіңіздің болашағыңызды жоспарлай аласыз. Мінекей Құдай осы күндерден бізді ажыратпасын. Біз сондай жағдайда болдық кеше, бауырлар. Сіздер көшпенділерді оқысаңыздар, Ілияс Есенберлиннің. Сіздер Мұхтар Мағауинді оқысаңыздар. Сіздер Әбіш Кекілбаевтың кітабын оқысаңыздар, тарихи. Тұрсын Жұртбаевтың кітабы. Мен өзім оқығандарымды айтып жатқаным ғой. Осыларды оқысаңыздар, мынандай көрініс келеді көз алдыңызға. Қазақтың ауылы. Шырт ұйқыда жатыр. Аттан деген айғай шығады. Аттан деген айғай шыққанда үйдің қожайыны ағдамбалмен жүгіреді. 5 қаруы босағада тұрады да. 5 қарудың біреуін қолына алады, садағын ба, жаңағы шоқпарын ба, ала салады да, белдеуде ат байлаулы тұр. Ертоқымын салуға мүмкіншілік жоқ, жайдақ секіріп мініп шаба жөнеледі аттан деген жаққа қарай. Қараса, шырт түнде басып алғанда, мықты болсаң қуып жібересің, мықты болмасаң келіп басып алады да, үйіңді өртеп, әйел бала шағаңды тартып әкетеді, еркектерін өлтіріп кетеді. Қашқан қашты, қалған қалды. Сон біраз уақыттан кейін қол жинайсың, әлгі жау жүрек мың бала деген сияқты бас құрайсың, сөйтесің да 6 ай бұрын алып кеткен әйеліңді қайтып алып келуге барасың да. Ойлаңызшы. Сіздің әкеңіз, мамаңыз бір күнге кешігіп қалса, жұмыстан уайымдай бастайды да. Қарындасың бір жерден сәл кешігіп қалса, телефонын көтермей қойса, уайымдай бастайсың да. А сенің сүйген жарыңды 6 ай алып кетті да біреу. Ешше сен оны алып келуің керек, намыс қой. Айту оңай. Өтті қасіретті жылдар басымыздан өтті да, ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама. Біз қазір кейбір жағдайда бір көңіліміздегі орындалмай қалған нәрсеміз үшін, немесе аяқ астынан бір байлық келе қалмады деп, немесе бір шаруа шешілмей қалмады, немесе тек қана алдымнан жақсы адамдар кезіге қоймады деп, ренжіп, өкпелеп, өкпенің арты кіжіну, кіжінудің арты артық сөз ғайбат айту, біреуге өкпелеу немесе билікке тоң теріс жүруге дейін алып барып жатыр да. Бұл фәни өмір. Фәни өмірдің проблемасы таусылмайды. Сондықтан жаңағы айтайын дегенім, тәуелсіздіктің 25 жылдығы деген нәрсе біздің ел болғандығымыздың белгісі ғой. Қазақта керемет сөз бар, бауырлар. 50 жылда ел жаңа дейді. Өткенде интернеттен көрдіңіздер ма, көре алмадыңыздар ма? Қытайда 2 қазақтың жігіті рингте ұшырасып қалады. Ережесі жекпе-жектен. Боксерлар ғой енді. Сөйтеді, белдібеу тұр мына жақта, керемет белбеу тұр. Керемет атақ тұр. Бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары олардың атын айдай әлемге шығарайын деп тұр. Ақша тұр. Сол кезде не болады? Жаңағы жігіт ұрмайды да. Анау ананы ұрмайды. Біраз ұрмай жүргеннен кейін төбелесіңдер дейді, төбелеспегеннен кейін екеуін де шығарып жібереді. Екеуіне де жүлде жоқ та. Бағана күтіп тұрған нәрседен айырылды да. Қараңызшы. Енді бұлар бір-бірін ұрмай жүр ғой дейін десең бір молда емес. Бұлар бір керемет тарихи санасы оянып кетті дейін десең тарихшы емес, бір зиялы қауымның өкілі емес, жай қарапайым қазақтың спортсмен балалары да. Екеуінен де кейін интервью алғанда бір керемет пафосный қылып айтып жатқан жоқ. Жай ғана
енді неғып ұрмадың десе, енді өткенде бірге тренировка жасап ек, енді ұрамадым дейді да, бауырым ғой дейді да. Енді сен неғып ұрмадың десе, қарасам енді өзім қазағым, мен ұрмай жүр, соны түсіндім, соны кейін мен ұрған жоқпын дейді да. Бауырлар, 90-шы жылдардан кейін екі қазақтың баласы бір орыстың немесе бір кәрістің бизнесі үшін бір-бірін ұрып тастайтын. Мына жақтан бір қазақ келеді, мына жақтан бір қазақ келеді. Ортада дүниесін бұлдап жүрген басқа ұлттың өкілі. Бірақ мына екеуі бір-бірін я өлтіріп тастауы мүмкін, я атып тастауы мүмкін да. Сондай замандар өтті да, аласапыран уақыттар өтті. Енді қазір бүкіл ақша дүние тұрған кезде екі қазақ, мынау қазақ қой, қойшы, тиіспейікші дейтін жағдайға келді да. Сондықтан 50 жылда ел жаңа болатын болса, ел жаңарып кететін болса, бел ортасы 25 жыл өткен кезде не болды? 25 жыл өткен кезде, бұл қазақ қой, қойшы, ұрмайыншы, ол да мен ұрып атқан жоқ қой, дейтін намыс оянды. Елдік сипат көріне бастады. Біз ел бола бастадық. Біз шын мағынасында мемлекетім бар, көк туым бар, арландай, тарландай жігіттер деп қызының намысын, ұлының жігерін қарайтын сондай бір жағдайға көтерілдік та.